Міне біткенде осылай болып шығады. Сәнді сылақ фиништен жасалған. Осы коридорға жасап жүрдік. Міне, құрметті ағайындар, ассалаумағалейкум. Мына жерде мынандай декоративный сәнді сылақ жасап жатырмыз қазір. Кәдімгі обычный финиш. Алдыңғы видеода көрген болсаңыздар, осы финиш шпаклевкасынан ролик жасаған болатынмын. Леонардо қып. Бұл неге бұдан десеңіздер, бұл арзан қалдаға көп түспейді. Бір мешоғы 4,5 мың теңге тұрады. Ал Леонардоның өзі 10 мыңның үстінде тұрады бір шелегі. Мына жерде қазір мынандай фактура жасатын. Қазір жағып болып тұрған кез. Енді осыны қалай жағамыз, соны көрсетемін қазір. Арнаға тіркеліп қолдап отырыңыздар. Жаңа лепкастың соңғы жағылатын түрі. Мына жерде қалай жағылу керектігін көрсетіп жіберейін. Міне просто финиш. Осылай аламыз. Жай баспай осылай жабыстырып аламыз бірінші. Астына тегіс қып, бір слой финиш тартып алу керек. Соның бетіне осылай жүргізіп шығамыз. Қатты қою қылмай, средний жасап алу керек. Жағып алдық. Енді үстін басып шығамын. Осылай. Ендігі жұмыс мынау кебу керек. Одан кейін бетін бір наждақтап шығамыз. Мына кепкеннен кейін қайтып ағарады. Мына жерлері кепкен қазір. Көрініп тұрса, асты свежий жағылып тұрған жерлер. Міне, құрметті ағайындар, жағылу процесі осылай болады. Қалғаны алдыңғы видеода толықтай көрсеткен болатынмын. Лакта қалай жағу процесін, бисвидный лак болады, акриловый. Оның ішінде ремалюкстікі жақсы. Сол бисвидный, обычный лак кисточкамен болсын, валикпен болсын жағып шықсаңыз, екі слой қалыңға жаққан дұрыс негізі. Одан кейін цветной лагыңызды аласыз, жемшік болсын, басқасы солото болсын. Болмаса ұнаған цветті колер қосып шығарсаңыз болады, сол жемшікке. Соны валикпен жағасыз, артынша пластмасс вишпәдімен тартып отырасыз. Болды одан кейін. Міне, біткенде осылай болып шығады. Сәнді сылақ фиништен жасалған.